Абай атамыздың «Ғылым таппай мақтанба» өлеңіне медитация. Қанекей балалар, бәріміз жайланып отырайық, көзімізді жұмып, терең тыныс алайық. Мұрын арқылы дем аламыз, ауызбен демді жайлап шығарамыз. Бүгін біз Абай атамыздың «Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз» деген өлең арқылы Абай атамыз ақылды бол, еңбекқор бол, сабырлы бол, жақсы дос бол деген кеңестерін айтқым келеді. Ол бізге ақыл, жүрек, қайрат деген 3 дос бар екенін, олардың ең жақсы дос екендерін айтып жатыр. Қанекей, көзімізді жұмып отырып, қиялмен сол достарымызбен танысайық. Ақыл деген ол біз ойланып, дұрыс шешім қабылдайтын дос. Жүрек ол бізді жақсы көруге, біреуге көмектесуге үйретеді. Ал қайрат дегеніміз бізді батыл, ерінбей, ержүрек болып еңбек етуге итермелейді. Осы 3 дос балалар біздің ішімізде тұрады. Ендеше тыныштықта олармен амандасайық. Біз өзімізге жақсы бала болуға уәде берейік. Қанекей, Абай атамыз айтқандай, біз ақылды, қайратты, жүректі балалар болуға уәде береміз. Қане көзімізді жаймен ашайық, жақсы бала болуға дайынсыз ба? Ендеше мен ақылды баламын, мен мейірімді жүрекпін, мен батыл, қайраттымын деген осы сөздерді қайталайық.